әзіл қой екен. Иә, баланың тілін жақсы біледі екенсің. Иә, олар да мені жақсы көреді. Пиджей де жазда демалысқа пашиып, шанымды қоймай жүр ғой. Рас па? Қайда барасыңдар? Орманға. Әке мен баланың түсінісі үшін табиғаттан артық ештеңе жоқ. Макс ондай жерге ешқашан бармайды. Білмеймін бұл. Жалпы баланың ата-анасынан қашуы дұрыс емес. Сосын ол бұзақылармен араласып, ұрлық жасап, бәлеге ұшырауы мүмкін ғой. Солай ма? Макс жақсы бала ғой. Ол ешқашан ондай бәлеге ұрынбайды. Тағы да жолым болмады. Неге ғана сүріне берем? Керемет мүмкіндікті дұрыс пайдалана алмадым. Макс, қарасайш, қисайған ірімшек мұнарасы. Бәрі бітті. Әкемнен оңбай таяқ жейтін болдым ғой. Хей, Пиджей, қойшы сен. Роберт Симуруски. Жақсы, бара жатырмын. Макс, міне, көзіңнің қарашығындай сақта. Хей, не деген адамдар? Керемет! Қазір мен... Ауа баптағыш бұзылып қалды. Сосын сонша бала келгенде үйдің іші буланып кетеме деп қорықтым. Және мұны өз пайдама жаратайын деп кештің тақырыбын Powerline тропикалық орманда деп алдым. Бір түрлі ме? Роксан, есіп тұрсың ба? Аха. Стейси, жоқ, керек емес. Сөйлесіп көр. Түртсеңші. Кешірш мені. Түк етпейді, рас айтам. Биің ұнады. Иә, Powerline'ның жаңа бейне баянынан Мен алған ғой. білем, маған сондай қатты ұнайды. Иә, ол келесі аптада Лос-Анджелесте концерт қояды. Иә, Стейси оны сауық кешінде көрсетеді. Иә. Иә. Роксан, не ғой, мен ойлаған ем, сенен сұрайын дегем, сауық кешіне мен барғың келмей ме? Сауық кеш. Егер барғың келмесе, мен түсінем ғой. Мен де ойлағам. Енді